Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tuassir wa tammin bil khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті көрермендер, құрметті шәкірттер, құрметті жамағат. Міне бүгінгі біздің дәрісімізде өтетін әрпіміз ол ғойн әрпі. Яғни ғойн әрпінің фатха, кәсра, даммамен және де сөздің басында, сөздің ортасында, сөз соңында келетін түрлерін және де басқа да әріппен қосылып оқылуын үйренетін боламыз. Ал ондай болса, бисмилля, бастайық. Мынау ғойн әрпі, яғни ғойн әрпі жуан әріп. Ол біздің қазақ тілінде ғабит деген әріпке сәйкес келеді, яғни ғо. Фатхамен келсе ғо, кәсрамен келсе ғи, даммамен келсе ғу. Ғо, ғи, ғу. Яғни және де сөздің басындағы түрі, сөздің ортасындағы түрі және сөздің соңында келетін түрі. Ал ондай болса, ары қарай басқа әріптермен қосылып оқуын үйренейік. Ғом, ғом, ғоб, ғоб, ғил, ғил, ғойру, ғойру, бағлу, бағлу, фәрғу, фәрғу. Ары қарай жалғастырамыз. غب 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 مبلغ مبلغ مغرب مغرب اغلب اغلب اغفر اغفر және де соңғы қатар اشتغل اشتغل يشتغل يشتغل استغفر استغفر يستغفر يستغفر. Құрметті көрермендер, бұне бүгінгі әрпімізде ғойн әрпін өттік және де осы ғойн әрпін басынан аяғына дейін бір қайталап өтеміз. Зейін қойып бірге қайталап отырыңыздар. Ғо, ғи, ғу. Ары қарай. Ғом, ғоб, ғил, ғойру, бағлу, фәрғу. Жалғастырамыз. Ғоб, ғоб, мәбләғ, мағриб, اغلب اغفر. ары қарай соңғы қатар. اشتغل يشتغل استغفر يستغفر. Міне, құрметті көрермендер, бүгінгі дәрісімізде ғойн әрпін өттік. Келесі дәрістерімізде кездескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.